Шетелде жүрген жерлесіміз теріс діни материалдар таратуда. Бұндай заңсыздықты Атырау облысы дін істері басқармасы анықтады. 30 жастағы азамат қазір Мысыр еліндегі заңсыз діни оқу орнында жүрген көрінеді. Ол әлеуметтік желіде бірнеше парақша ашып, қазақтың ұлттық болмысына, салт дәстүріне қайшы материалдар жариялауда. Сондай-ақ заңсыз уағыз насихатпен де айналысып келеді. Дін істері басқармасының шағымын қараған сот жерлесімізді кінәлі деп танып айыппұл салды. Атырау облысы дін істер басқармасы әлеуметтік желілерге және интернет ресурстарындағы сайттарға зерделеу және талдау жұмыстарын жүргізіп келеді. Мониторинг жұмыстарын жүргізу кезінде Telegram мессенджеріндегі пайғамбарлар мирасы атты топ, Instagram әлеуметтік желісіндегі пайғамбарлар мирасы, мұсылман парызды жеке парақшалары назарға алынып, дінтану сараптамасына жолданған болатын. Жеке парақшаларының иесі Түркістан облысының тумасы шетелде күмәнді діни оқуда жүргені мәлім болды. Ислам дінінің дәстүрлі емес бағытына қатысты ақпараттар Қазақстан Республикасы азаматтарының арасында діни алауыздықты тудыруы мүмкін. Қолданыстағы заң талаптарына сай діннің уағыз насихатымен тек арнайы рұқсаты бар мамандар ғана айналыса алады. Сондықтан арамзаларға арандап қалмай, діни топтардан шыққан абзал дейді дін істері басқармасы.